жылқы малын ерекше жақсы көремін. Тек қана мінгенді емес, жегенді де жақсы көреміз. Жаңа Тина ханым Питер Михистің табағында болды, сол кезде бір ол кісі Эстониядан келіп бізге жылқының бір несін айсберегін түсіндіріп жатыр да. Одан біз алып алдық та сіздерге көрсеткіміз келіп тұр. Бәлкім бірлеріңіз білесіздер, бірлеріңіз қайталаңыздар. Қазір жай ғана репетиция жасап жүрейік. Жылқы малы білесіздер, анау енді біз ерекше жақсы көреміз, иә? Кәдімгідей тұяғын алып тағалаймыз. Шамал тұяқты тағалап жүрсін, бет көтеріп алыңыздар сіздердің. Ана лимфадан жоғары қарай жүру керек та, тұрып болмау керек, застой болмау керек, бұл керемет. Кәдімгідей тұяқтардың қағысыз болған сияқты. Сөйтіп жаңа таға қағылған кезде былай бет тексеріп қою керек та. Нормально тұрма таға орында қажамай ма деген сияқты. О, тамаша. Енді қараңыздар, сол жылқы малын біз бәйгеге шығарамыз, ол бәйгеге шығарған кезде алдымен олар жүріспен келеді де, жүріспен. Естіліп жатыр. Содан кейін бет жайлап келіп, стартқа келіп тұрады. Стартқа тұрғаннан кейін басында жорға кетеді. Жорғаны былай істейтін боламыз. Бір шапалап, сосын кезек-кезек екі ұрыс. Тамаша. Енді бұл жорғадан біз шабысқа өтеміз, шабысқа кеткенде бұның скоростын 3х қуамыз. Кім ұялып дейді, соның бойында комплексі бар адам. Өзіңіздің ауазыңызға негізі қарамақ жармайсаңыздар. Тамаша. Сосын кейбіріңіз жылқылар шауып кетірген кезде арғы су шығады, суға келгенде бүйтеді. Тамаша настроение. Сөйтіп, ең соңда дыр деп тоқтап, белді бүйтіп керіп аламыз, иә? Ооо, тамаша. Белді керіп, кәдімгі настроение береді. Енді бұл репетиция ғой, енді жарыс басталды. Ал, бастаймыз. Қараңыздар, басында жылқылар келіп жатыр. Кешіріңіз, репетиция бір нәрсе алып қой. Сіздерге қиын болады, бірақ секіріс бар арасында. Жақсы, таға қалып